Көпшілік қауым менен сұрайды. Жалпы жалғыз басты аналар қазіргі таңда кезекке тұра алмайды ма? Жалпы жалғыз басты ана деген ол жаңағы ажырасқанына қанша жыл өту керек, және де жалғыз басты аналар алименттен бас тарту керек па, ипотекамен пәтер алу үшін? Осы сұрақтардың бәрін Отбасы банкінің үздік кеңесшісі Мадинадан сұрадым. Сіздерге толық жауабын қазір ұсынамын. Қарап, мұқият тыңдап жазып алыңыздар. Жалпы осы бақытты, қазір 12 сәуірде басталған бақытты отбасы бағдарламасы жайында толықтырып айтсаңыз, қандай өзгертулер енгізілді? Бақытты отбасы бағдарламасы әдеттегідей 3 категория қатысады. Әкімдікте үй кезегінде тұрған, көп балалы отбасы, толық емес отбасы, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы. Егер ажырасқан жағдай болса, толық емес отбасында ажырасқанына кемінде 3 жыл өту керек деген талап бар. Бұрынғыдай өтініш беру үшін арнайы бақытты отбасы KZ сайт арқылы цепь ключпен бермейді. Биыл жеңілдетілген, тек қана отбасы банкінің сайтына кіріп hcsbk.kz сол жерге кірсе, басты бетте бақытты отбасы деп жазылып тұрады, өтініш беру деген тұрады. Соған кіріп өзінің ЖСН нөмірі мен телефон нөмірін теріп, өтінішін жібереді. Ол кісіге нөмір беріледі, қандай екені. Сол нөмірді сақтап қою керек. 12 сәуір мен 26 мамыр аралығында өтініш қабылданады 45 күн. Содан кейін 27 мамырда тізім шығады, список, негізгі тізім және основной список, былай айтқанда резервный список деп. Сол жерде өзін сол өтініш бергендегі нөмірмен тауып алады. Және биыл осығанға дейін бізде баспасөз беттерінде, әлеуметтік желілерде, мысалы, қандай да бір жылдарды қабылдайды деді ғой, олындай ақпарат дұрыс емес. Кез келген адам, кім үйдің кезегінде тұр, аталмыш категориялар бойынша, сол кісілердің барлығы, тіпті 2021 жылы кезекке тұрса да, барлығы өтініш бере алады. Негізгі список шыққанда ол жерге кімдер бірінші кезекке тұрған жылына қарай бірінші жаңағы тізім шығады, одан кейін резервный списокта, қосымша списокта, одан кейінгілер. Енді бізде қазір шаңырақ бағдарламасы өтіп жатыр ғой, тура сондай жолмен, мысалы өткен жылдан бері, сол кезде барлығы, ең басында біз 86-2010, содан кейін бері қарай міне барлығы да өтініш тастады. Сол кезде ең бірінші негізгі тізімдегілер төлем қабілеттігін растай алмаса, немесе қандай да бір себептермен алмайтын болса, ақырындап жаңағы резервный списоктағыларға кезек келетін болады. Өтініш тастады сайттан 27 мамыр тізімде шықты ма, содан кейін 1 ай көлемінде келіп, төлем қабілеттілігін растау керек. Ең басында кезекке барлығы өтініш береді. Банкке келгенде біз ол кісілердің жалақысына қараймыз. Жалақы мөлшері әр адам басына есептегенде бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 106.336 теңгеден аспау керек. Ол дегеніміз 3/1 күнкөріс деңгейінің мөлшері, былай айтқанда 106.336-тан аспау керек. Мысалы, егерде толық емес отбасы, анасы мен баласы болса, былай айтқанда жалақысы 250 мың болса, демек ол кісі өтпейді деген сөз. Ол бірінші тексерілетін. Солай, одан кейін төлем қабілеттілігін растау деген бар. Төлем қабілеттігін растағанда кейін біз бұл кісіге ипотека рәсімдесек, ол кісі ай сайын төлей ала ма, жоқ па, біз соны тексереміз. Біріншіден, әр адам басына осығанға дейін біз тек қана ересек адамдарға ғана 5 МРП жаңағы шығын деп есептейтінбіз. Биыл енді балаға да есептейміз. Демек, 2 адам болса отбасына 10 МРП ол кісіге, мысалы 29.170 екеуіне жаңағы есептейміз. Одан кейін 15 миллионға үй алатын болса, айына төлейтін 79 мың теңгені төлей алу керек, осыны есептейміз. Және осыны жапқанға жалақысы жетсе, кемінде 1 теңге артық қалу керек, ол кісі ары қарай үйді ала алады деген сөз. Түсінікті ғой, егер басқа кредиттары болса, онда оны төлеген жапқанға да жаңағы жалақысы жету керек. Егер жалақысы жетпей жатқан жағдай болса, онда созаемщик тартуға болады. Максимум 2 Қазақстан азаматы созаемщик кез келген адам бола алады. Егер жұмыс істемейтін жағдай болса, егер ерлі зайыпты болса, көп балалы отбасы дейік, немесе мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы,
егер ол кісілер кезекте тұр, анасы баласымен мүмкіндігі шектеулі, анасы жұмыс істемесе, онда әкесінің жаңағы жалақысын қараймыз. Әкесінікі жетпей жатса, тағы бір адамды тартуға болады. Ал егер әкесі де анасы да жұмыс жасамаса, онда біз ол кісілерге ипотека рәсімдемейміз. Ал егер де толық емес отбасы болсын, жаңа мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы болсын, осы категория бойынша жалпы мысалы анасы жұмыс істемеді, бірақ та әкесі де жұмыс істемеді, бірақ та ол кісілердің 18-ге толған баласы бар, жұмыс жасайтын болса, онда біз сол кісіні созаемщик ретінде қарастыратын боламыз. Бұл бәрі бақытты отбасы бағдарламасы жайында. Бақытты отбасы бағдарламасы жайында айтып жатырмын. Шаңырақ бағдарламасы бойынша да солай. Бірінші кезекте ол өзі жұмыс істеу керек, жұмыс істемесе бірінші кезекте ол өзінің әйелі немесе күйеуін, жұбайын, одан кейін олар жұмыс істемесе баласын тартады. Егер ешкім оларды тартқаннан кейін ғана барып, келесі бір адамды созаемщик ретінде тарта алады. Егер туған баласы да, жұбайы да жұмыс жасамаса, онда ешкімді созаемщик қылып тарта алмайды. Қараңыз, бізде қазір көбі жаңағы неофициально дейді ғой, неофициально жұмыс істейді. Ол есептеліне ме мысалы сіздерге? Қараңыз, біз қандай табыс түрлерін қарастырамыз. Біріншіден, жалдамалы жұмыс ретінде кәдімгі ай сайын пенсионка жүреді ғой, адамдар мұғалім ба, бір жерден жуушы ма, күзетші ма, официально доход түсіп отыру керек біріншіден. Екіншіден, ИП-сы болуы мүмкін, біз сол ИП-ның оборотына қараймыз. Жаңағы бірнеше бізде табыс түрлері бар. Стипендия дейміз, стипендияның ішінде именно жаңағы докторантура, магистратура емес, жаңағы жұмыс орнынан повышение квалификация деп оқып жатады ғой, сол стипендияны қарастырамыз. Одан бөлек, егерде үй кезегінде тұрған адам, мысалы шаңырақ бойынша бақытты отбасы мен пенсионер болып жатса, біз ол пенсиясын да как табыс ретінде қарастыратын боламыз. Жетпей жатса, жаңағы созаемщик тартатын болады. Қараңыз, көбінесе мысалы менің білетін жаңа маған хабарласатын отбасыларда баласы жаңа 4-5 баладан, әйелі жұмыс істемейді, еркегі жұмыс істейді, еркегінің жалақысы бар жоғы 80-100 мың теңге арасында. Осы отбасын есептеп берсеңіз, бұларға жалпы неше адам айтыңызшы? Отбасында 4 бала дейік, 4 бала. Көп балалы отбасы. Енді жалақысы 80 мың. Бұл кісі үйдің кезегінде тұр. Үйдің кезегіне тұрғаннан кейін ол кісі бірінші этаптан өтті. Өтініш тастады, 106.336-тан аспайды, өтті. Енді келесі ол кісіге біз бақытты отбасы бағдарламасымен үй береміз бе жоқ па? Жаңа айтып өттім ғой. Әр адам басына 5 МРП-дан біз есептейміз. Бұларда 6 кісі болып тұрсында. Енді 6 адам. Мен калькулятор ала салайын. Мысалға 5 МРП дегеніміз бір МРП-мыз 2917 теңге. Енді 5 МРП-мыз бізде 14585 әр адам басына. Сол кезде ол үйде 6 адам. 87.510 теңге ол кісілерге жаңағы өмір сүруіне кетеді деп есептейді шығынына ай сайынғы. Одан бөлек айына 79.000 теңге ол кісілер бақытты отбасы бағдарламасымен үй алса, максимальный суммаға Алматы қаласы бойынша үй алса 15 миллионға, алғашқы салымы 10%-бен, онда 79.000 төлейді. Ол міне сол кезде 166.510 теңгені жапса, жалақысы болғанда 80-ін жаппайды ғой, ол кісіге тағы бір адамды созаемщик ретінде тарту керек. Созаемщик ретінде тартқанда ол адам мысалы бойдақ болса, ол адамға тоже 5 МРП расход есептейміз. Плюс жаңағы ол кісінің отбасында жаңағы бала шағасы болса, тоже соған қараймыз. Әр отбасы мүшесіне 5 МРП, ол кісінің өзінің басқа кредиттер болса, ол кредитті жапқанға, әр отбасы мүшесіне есептеген 5 МРП-ны жапқанға, біздің банктен алайын деп жатқан займның ай сайынғы төлемін жапқанға жетсе, екеуінің жалақысын қосқанда, онда ол кісіні созаемщик ретінде тарта аламыз. Енді бақытты отбасы бойынша алғашқы салым 10%, несиенің пайыздық мөлшерлемесі 2%, 15 миллионға дейінгі сомаға алса болады. Алғашқы салым 10%-дан 20%, 15% қойма, ең басты 10% болу керек.
Одан бөлек бұл 10-15 миллион теңге ол Алматы, Астана, Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары бойынша. Басқа региондар бойынша бақытты отбасы бағдарламасында 10 миллион теңге. Және Астана мен Алматы қалаларында пригородная зона деген бар. Егер де мен сізге списогын беремін, сіз тоже көрсетіп қойсаңыз болады. Сол списокта, пригородная зонада пропискада тұрса, ол адамдар Алматы қаласынан 15 миллионға дейін үй ала алады. Бірақ өзінің регионын алып жатса, онда сол 10 миллион. Мысалы, Алматы облысының жанында бір пригородта тұр дейік, кезекте қандай бір пригородный зонаны ала салайық, кез келген, мысалы, Қапшағай, Талғар, олар жатпай ма? Бурундай, мысалы. Сол жерде ол кісі кезекте тұр. Бақытты отбасымен өтті, Алматыдан үй алса 15 миллион. Жер үй алады, немесе пәтер алса болады. Первичный жилье деп айтамыз, сіз бірінші хозяин болады, тікелей застройщиктан алады, немесе біреу сатып жатса, сол адамдардан алса болады. Яғни 80-ші, 90-ші жылғы үйлер дейміз ғой, мысалы, панель үйлер алса 50 жылдан аспау керек, кірпіш үйлер болса 60 жылдан аспау керек деген сияқты сол үйлерді таңдай алады. Ал егер өзі Борандайдан алып жатса, онда ол жақтан сол 10 миллионға алатын болады. Бұл бақытты отбасы бағдарламасы ғана емес, шаңырақ бағдарламасында да тура солай. Егер пригородный зонада болса, ол 18 миллионға дейін сомаға Алматыдан алады. Бірақ шаңырақ бағдарламасы бойынша жаңағы тек қана жаңа үйлерден алады. Одан бөлек шаңырақ бағдарламасы бойынша барлық бағдарламада өзінде таңдау бар. Әкімдік, банк міндеттемейсіз, осы үйді алу керексіз деп. Шаңырақ бағдарламасы бойынша Алматы қаласында 240 мың теңгеден басталатындай шаршы метрі сондай үйлер ұсынылады әкімдік тарапынан. Шаңырақ бағдарламасына қатысушылар сол үйлерге біздің баспана KZ порталы арқылы кіріп ала алады. Бірақ жаңағы пригородный зонада тұрғандар Алматыдан өзі үй таңдай алғанмен, жаңағы әкімдік ұсынатын үйлерді ала алмайды. Түсінікті ғой, өзі таңдай алады, Алматы қаласындағы кезекте тұрған адамдарға бөлінген үйлерге қатыса алмайды. Ал шаңырақпен облыстан алса, онда уже 12 миллион теңге. Демек, бақытты отбасы бойынша жалпы кез келген жаңағы екінші үйлерді, жаңадан салынған үйлерді алуға болады. Ал шаңырақ бағдарламасы бойынша тек қана жаңа үйлерді ғана, айырмашылығы тек құрылыс компаниясынан аласыз, былай айтқанда. Шаңырақ бағдарламасы бойынша проценттері де сол ғой, Шаңырақ бағдарламасы бойынша бұл жерде де әкімдікте үй кезегінде тұрған азаматтар қатысады, бірақ ол жерде бақытты отбасы сияқты категорияға бөлмейді. Ол жерде көп балалы отбасы, толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасы, мүгедектер, бірінші топ, екінші топ, жетімдер, мемлекеттік қызметкерлер, сондай бізде категориялар бар ғой. Сол кім үйдің кезегінде тұр, барлығы да қатыса алады. Бірақ ол жерде 106 мың емес, 106 мың 336 бақытты отбасы бағдарламасы бойынша болса, шаңырақ бойынша 126 мың 917, 3/7 күнкөріс деңгейінің мөлшерінен табысы аспау керек әр адам басына есептегенде. Мысалы, бойдағы адам мемлекеттік қызметкер, жалақысы 150 мың болуы мүмкін. Ол адам үйдің кезегінде тұрғанмен шаңырақ бағдарламасы бойынша үй ала алмайды. Себебі 126 мың 917-тен жалақысы асып тұр. Түсінікті ғой? Және шаңырақ бағдарламасы бойынша алғашқы салым 10%, бақытты отбасындағыдай, бірақ 18 миллионға дейінгі сомаға пайыз бойынша мөлшерлеме, несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 5% ол жақта. Бұл жерде созаемщик шақырылады. Бұл жерде де талап тура солай. Талап тура сондай. Егер де өзі жұмыс жасамаса, жаңағы жанына созаемщик ретінде жұбайын тарталады, жұбайы жұмыс жасамаса жаңағындай баласы, егер зейнеткер адамдар қызметте тұрса, шаңырақ бағдарламасы бойынша, онда туған балаларын созаемщик ретінде тартады. Бірақ негізі ол жерде де мынандай нәрсе бар. Енді бұл кредиттің несіне байланысты, уақытына алатын уақытына. Мысалы, жұмыс жасайды зейнеткер, егер де 69 жасқа дейін алатын болса, өзі жұмыс жасап, пенсиясы бар болса, онда туыс емес адамды да тартса болады. Ал егер де біз именно осы шаңырақ бағдарламасы бойынша жас өзінің баласын созаемщик ретінде тартса, онда ол біз 70-тен асып кеткенге дейінгі мерзімге де біз оформлять ете береміз.
Одан кейін шаңырақ бағдарламасы бойынша жаңағы егер жаңағы айта кететін нәрсе, көп адамдар ПМ прожиточный минимум 106.336, 126.917 деп есептегенде, бұған біз тек қана жұмыстың ғана есептейміз. Сіздің пособия, пенсияларды оған есептемейміз. Сол өйткені сіздерде қорқыныш болуы мүмкін, естіп мәссаған бізге келетін табыс, біз үйде 3 адамбыз, мысалы балаға мүмкіндік шектеулі, осынша теңге біз пособия аламыз, осынша теңге жұмыс жасаймыз деп тек қана жұмыстықын есептейміз. Қараңыз, енді бүйтіп жатыр, әкімдіктен жаңа 10%-ын береді деп, 1 миллион теңге. Ол енді кімдерге беріледі? Нақты әлі де шешілуде, бірақ беріледі, және әр регион бойынша әртүрлі. Негізінде барлық кезекте тұрғандардың ішінде 1,5 миллионға дейін 1 мен 1,5 миллион аралығында деп айтылуда, бірақ нақты қандай категория, именно кім-кімге беретінін мен әзірге айта алмаймын. Себебі сіздер біздің отбасы банкінің официальный страницасын қарап жүрсеңіздер, сол кезде айтылатын болады. Кешегі біздің прямой эфирде бізде айтты, иә болады, бірақ әлі де толық ақпарат болса алдыңғы уақытта айтамыз. Бақытты отбасы бойынша да, шаңырақ бағдарламасы бойынша да беріледі, және қайтарымсыз болады. Кейбір региондарда қайтару керек болады. Күту керек, бірақ болады. Жалпы қазіргі таңда жалғыз басты аналарды кезекке тұрмайды деген сыбыстар бар. Және де сіздерге, мысалы, жалғыз басты аналар отбасы банк арқылы қандай пәтерлерге үмітті, қандай бағдарламаларға үмітті? Толық емес отбасы ғой, жалғыз басты деген. Толық емес отбасы ретінде, жалпы сіз сыбысқа байланысты мен білмедім, сіз қайдан естіген, мен әлі өзім естімедім, бірақ бізде арнайы закон о жилищных отношениях деген бар ғой, ол жердің өзінде кезекке тұру туралы айтылған, ол жерде әзірге ешқандай өзгеріс жоқ. Сол үшін толық емес отбасылар кезекке тұра алады. Барлығы да кезекке тұрғызу жүргізіледі. Толық емес отбасыларға бізде бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламасы бар. Алғашқы салымы 10%-бен, бірақ жаңағы талаптар бар. Алматы қаласында кезекке тұру үшін соңғы 3 жылда тұрақты тіркеу болу керек, соңғы 5 жылда атына жазылған үй болмау керек. Алдымен кезекке тұрады, кезекке тұрғаннан кейін бақытты отбасы бағдарламасына және шаңырақ бағдарламасына қатысылады. Міндетті түрде жұмыс жасау керек, толық емес отбасы болса да. Себебі көпбалалы отбасындағы сияқты әйел жұмыс істесе күйеуін созаемщик қылып тартады деген бұл жерде жолық. Егер үлкен баласы болса, әрине онда тартуға болады, бірақ қызы болса да, ұлы болса да тартуға болады, жұмыс істейтін. Сондай-ақ, мысалы, бұл жерде сұрап жатыр көбі, жаңағы ажырасқанына 3 жыл толу керек па, жоқ әлде алименттен жаңағы бас тарту керек па деп. Кезекке тұру үшін ондай талап жоқ. Ажырасқан күннен бастап свидетельство о разводе, но қазір решение суда ғой, сол болса болды, ол кісілер кезекке тұра береді. Ол бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 3 жыл деген бар. Хотя қазір біздің сайтқа кірсе, ол таңдамай бәрін қабылдап жатыр. Кім кезекте тұр, толық емес отбасына өтініштерін бере алып жатыр. Толық емес отбасыма болды, біз ол кісілерді қабылдай береміз. Кезекке алына береді. Егов.kz порталы арқылы. Бәрекелді.